Болашақ корпоративті қоры білім және ғылым министрлігінің тапсырмасымен еліміздің жоғарғы оқу орындарында елбасының әлеуметтік экономикалық жаңғырту Қазақстан дамуының басты бағыты жолдауын насихаттауға бағытталған дәрістер өткізуде. Мұндай шара Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінде де ұйымдастырылды. Үгіт насихат тобы оқытушылар мен жоғарғы курс студенттеріне жолдау міндеттеген мемлекеттік бағдарламалар бойынша жұмысқа тұру, тұрғын үй алу мүмкіншіліктері жайлы түсіндірді. Ал студенттер өз кезегінде дәріс барысында туындаған сұрақтарына жауап алды. Идет речь о том, что на него пока... Вам будут представлены интересные идеи. Ең негізгі бас айта кететіндігі, біз ауылдан шыққан жастар болсақ та, бізге қаладан тұрғын үй алуға мүмкіншілік бар екен. Яғни біз жұмыс істей жүріп, өзіміз депозитке ақша салып, және әркім өз қалауынша ақша салып, қолжетімді тұрғын үйге қол жеткізуге болады екен. Жұмысқа шақырған жерге барып, жұмыс жасап жатсаң, саған үстемақы төлеп, баспанамен қамтамасыз етіп, барлық жағдайды жасайды. Сондықтан да жастарға ерекше көңіл бөліп отырған айта кеткеніміз жөн.